Енді мынандай нәрсені тыңда. Тік бұрыш үшбұрышты алайық. Екі кішкентай тік бұрыш үшбұрыш алайық. Мынара 8 болсын, 6 болсын, мынара 10 болады бізде Пифагор теоремасымен. Мына 4 болсын, 3 болсын, мынара 5 болады. Мына екеуі бір-біріне ұқсас, өйткені 8-ді 4-ке бөлсек, 10-ды 5-ке бөлсек, 6-ны 3-ке бөлсек, бәрінде де 2 деген сан шығады. Ұқсастық коэффициенті 2-ке тең. Енді қараймыз. Мынаның периметрін тауып көрейік. Үлкеннің периметрін тауып көрейік. Периметрі 18, 24 шығады. Енді келесі кішкентай үшбұрыштың периметрін тауып көрейік. 9, 12 шығады. Екі периметрді бір-біріне бөліп көрейік. Үлкен периметрді, мына қара, үлкен қабырғаларды кішкентай қабырғаларға бөлдім. Сол кезде 2 шықты. Енді үлкен периметрді кішкентай периметрға бөліп көрейік. 24-ті 12-ке бөлейік. Тоже 2 шығады. Ұқсастық коэффициенті бірдей болып қала береді екен. Қалайша сонда? Ал енді аудан шығарайық. Үлкен үшбұрыштың ауданы 8-ді 6-ға көбейтеміз, бөлеміз 2-ке. 24 шықты. Кішкентай үшбұрыштың ауданын табайық. 4-ті 3-ке көбейтеміз, бөлеміз 2-ке. 6 шықты. Үлкен үшбұрыштықын кішкентай үшбұрышқа бөлетін болсақ, 24-ті 6-ға бөлсек, 4 шығады. Бұл дегеніміз k квадрат болады. Оказывается, аудандардың қатынасы мынардағы ұқсастық коэффициенттің квадраты болады екен. Тағы да бір мысал келтірейін. Мынаны скрин жасап алыңдар. Жасап алыңдар ма? Иә. Қазір түсінген. Енді мына қараңдар. Мысалы мынандай үшбұрыш алайық. Мынандай үшбұрыш алайын кішкентай. Мына альфаға тең болсын. Мына жер 10 болсын, мына жер 12 болсын. Мына жер 5 болсын, 6 болсын. 10-ды 5-ке бөлсек, жоқ, давай, мысалы, 12 болсын, 18 болсын. Мынаны 6-ға бөліп тастақ, мына жер 2 болсын, мынаны 6-ға бөліп тастақ, мына жер 3 болсын. Енді қараңдар. Басқа сан шықсын дегенім ғой. Сонда қараңдар. Біз ұқсас па, ұқсас емес пе тексеру үшін екінші белгі бар. 12-ні 2-ге бөлсең, 18-ді 3-ке бөлсем, екеуінде де 6 деген сан шығады. Ұқсастық коэффициенті. Екеуінің арасындағы бұрыштар тең болып тұр. Бізде екіншісінде айтқан екі қабырғасы пропорционал, арасындағы бұрыштар тең болса, олар ұқсас болады деп. Енді мына үлкен үшбұрыштың ауданы, ол 12-ге 18-ді көбейтеміз. 18 бөлеміз 2-ке, арасындағы бұрыштың синус альфа көбейтеміз. Кішкентай үшбұрыштықты айтатын болсақ, 2-ні көбейтеміз 3-ке, бөлеміз 2-ке, көбейтеміз синус альфа болсын дейді. Енді екеуін бір-біріне бөлсек, бізде k квадрат шығу керек. K бізде ұқсастық коэффициент 6 болып тұр. Значит, мынадан 36 шығу керек. Давай тексеріп көрейік. K квадрат болады ғой өйткені. Мынаны жазайық. 12 көбейту 18 бөлінген 2 көбейту синус альфа. Мынаныкін жазайық. 2 көбейту 3 бөлінген 2 көбейту синус альфа. Синус альфалар қысқарады, 2-лер қысқарады. Үстінде 12 көбейту 18 қалды, астында 2 көбейту 3 қалды. 2-менен қысқарсақ 6 қалады, 3-менен қысқарсақ 6 қалады. Жауап 36 шығады. Сол кезде ұқсастық периметр кезінде ұқсастық коэффициент сақталады да, аудандардың қатынасы кезінде ұқсастықтың квадраты болып кетеді.